Саламатсыздар ма әріптестер. Енді біз сыныптағы сынып жетекшілікті тағайындауды көретін боламыз. Ол үшін менің мектебім оң жақ бұрышта бұранда кілт, сыныптар тізімі, өзіміздің сыныбымызды таңдап аламыз. Сыныпты таңдап алғаннан кейін мынандай сынып деректері пайда болады. Осы жерде төмен жаққа қарай түсеміз. Мына жерде бізде сынып қызметкерлері деген бөлімде өздеріңіздің аты жөндеріңіз тұру қажет. Мысалы 4А сыныбында Қаныбекова Айсапар, психологы болып Боранбаева Жадыра тұр. Енді осы жерде егер сынып жетекші ретінде сіздер көрсетілмесеңіздер, онда жоғары жаққа қарай жылжып өңдеу батырмасын басасыздар. Сөйтесіздер де осы жерде төмен жақта қайтадан төменге түсесіздер. Мына жердегі ешқандай деректерге тиіспейсіздер. Жай ғана ең төменінде қызметкерлер деген жерде сынып жетекшісі деген тұр. Осы жерге өздеріңіздің аты жөндеріңізді көрсетесіздер. Сөйтесіздер де мына жерге күнін көрсетесіздер, яғни қай күннен бастап сіз сынып жетекші болып тағайындалдыңыз. Ал төмен жағына психологты көрсетесіздер, яғни ауысым бойынша психолог. Сөйтесіздер де сақтау батырмасын басасыздар. Сонымен 4А сыныбына сынып жетекші тағайындалды, яғни өздеріңізді сынып жетекші ретінде тағайындадыңыздар. Егер сіздерде бұранда кілтпен басып сыныптар тізімі бұлай ашылмаса, онда админнің логин паролімен кіріп істейсіздер.